Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге морозилькте пісіріп қойып, бір айға дейін сақтай беруге болатын медовый торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек болатын заттар. Барлық заттардың мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Шекер керек болады. Сары май керек болады. 2 жұмыртқа керек болады. ұн керек, және бал керек. Ас содасы керек болады. Осындай водяной баняға қоюға болатын ыңғайлы ыдыс алып, сары майды саламыз. Үстіне шекерді салатын боламыз. Оның үстіне үлкен ас қасықпен 2 қасық бал саламыз. Және осы заттың барлығын водяной баняда ерітетін боламыз. Водяной баня дегеніміз, мынау кастрөлдің астынан тағы да бір кастрөлге су құйып, газға қойып қайнатамыз. Буымен біздің мётымыз, шекер, майымыз еритін болады. Барлығы жақсылап ерігеннен кейін үстіне 1 шай қасық сода саламыз. Содамыз мына видеодағыдай көпіру керек. Дайын болған массаны жақсылап суытамыз. Үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Егер венчигіңіз болмаса, вилкамен араластырыңыз, сонда жақсы араласады. Електен өткізілген ұнымызды бөліп салатын боламыз. Міне бізде осындай сұйық масса шығуы керек. Торт пісіретін пештің табасының ішіне осылай пергамент қағазын төсеп, дайын болған массаны жайып шығамыз, теп-тегіс етіп. Алдын ала қызып дайын тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз корждарды. Міне корждар осылай болып пісуі керек. Менің корждарым мына осылай жұмсақ, өте әдемі болып пісті. Енді кремін дайындайтын боламыз. Мен сливки қолдандым. Чудская озеро деген 33%-лық натуральный сливки. Егер сливки болмаса, қаймақпен қант ұнтағын араластырып жасай берсеңіздер болады кремді. Торттың шеттерін кесіп алып, осылай бөлек қойып қоямыз. Ол қазір бізге керек болады. Міне осылай тортқа жақсылап кремін молынан жағып шығамыз. Жаңаға алып қалған торттың шеттерін үгітіп, осылай торттың бетіне жан-жағына сеуіп шығамыз. Тортты морозилькте сақтау үшін ауа өтпейтіндей қылып пищевой пленкамен жақсылап айналасының бәрін орап алу керек. Себебі морозилькте басқа еттің, көкөністердің иісі болса, торт өзіне қатты сіңіріп алады, басқа жағымсыз иістерді. Солай дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Осылай тортты жақсылап ауа өтпейтіндей қылып 3-4 қайтара орап аламыз пищевой пленкамен. Морозиліктен шығарған кезде міндетті түрде холодильниктің ең астыңғы полкасына қою керек. Мысалы, кешке жақын қонақ күтетін болсаңыз, таңертең шығарып қою керек. Міне достар, менің тортым морозилікте 1 апта тұрды. Өте жұмсақ, өте дәмді. Бұл тортты 1 айға дейін морозилікте сақтай беруге болады. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпайық достар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын.